әңгімені аға мына мәселеден бастасақ, біз әлгі соғыстың сұрапыл жылдарын тек қана жаңағы бір жаугершілік ретінде көрсетіп, басқыншылық ретінде көрсетеміз. Түрлі енді ойлар, пікірлер көп қой ұлы соғысқа қатысты мәселелерде. Бірақ осы түркістандық әскери тұтқындар төңірегінде бұл мәселе көп айтыла бермейді деп ойлаймын. Айтылмайды ғой. Сондықтан Алашқа қатысты нәрсе ғой. Алашқа қатысты мәселе болғандықтан осы түркістандық әскери тұтқындар туралы мына Көшім Есмағамбетов ағамыз көп зерттеулер жүргізген екен. Осы шын мәнінде осы түркістандық әскери тұтқындар туралы сіз өзіңіз қандай ойдасыз? Олар туралы не айтар едіңіз? Алаштың қайраткерлерін айтып жатырмыз ғой. Бірақ бізде жаңа мен не айтып жүрмін, бұл Алаштың қайраткерлері ақталған адамдардың бәрі ол 58-ші бап деген болған, ол халық жауы деген бап деген болған. Ал енді 59-шы бап деген бар, ол бандитизм деген бап. Біздің Шәкәрім бабамыздан бастап Қазақстанның әр жерінде болған 1928, 29, 30, 31 жылдардағы халықтық көтерілістер, 284 көтеріліс болды деп жүрміз ғой енді. Оның 15-і үлкен көтерілістер, жаңағы Созақ көтерілісі, Адай көтерілісі, Қарқаралы көтерілісі деген сияқты. Міне осы үлкен осындай көтеріліс болсын, кіші көтеріліс болсын, осылардың біз бәрін Совет үкіметіне қарсы болды. Яғни оның бәрі бізге жау адамдар деген көзқарас әлі бар. Олар әлі ақталған жоқ. Ол көтеріліс неден шықты? Ол көтеріліс адамдарды конфиске жасады, малын тартып алды. Аштықтың алдында, аштан өлместің алдында адамдар қолына қару алып қарсы шықты. Міне сол қару алып шыққан адамдардың бәрі қазір үкіметке әлі күнге дейін бізге жау сияқты болып көрінеді. Сондай бір нәрсенің бәрі мынау әскери тұтқындар деген мәселе. Дүние жүзінде әскери тұтқындардың соғыс болған кезде өзі дүние жүзі қабылдаған заңдар бар. Әскери тұтқынның құқы болады, әскери тұтқынның да өзінің жағдайы болады, оларға да жағдай жасалу керек деген сияқты. Әрине немістер, фашистер қаншалықты әскери тұтқындарға жағдай жасамағанын біз жақсы білеміз. Олар жаңағы адамның тірісін тірілей сыпырып, адамдарды өртеп, қаншама енді фашизмнің, Гитлердің жасаған қылмыстары көп қой енді. Бірақ бұл жердегі мәселе, адамдар неге әскери тұтқын болды, неге тұтқынға түсті деген мәселе үлкен мәселе. Өйткені біз немістер соғысқа, бізге қарсы соғыс ашқан кезде, 41-ші жылы, сонан біздің жаңа Панфилов дивизиясы Москваны қорғағанға дейін, біздің әскер тек қана шегінумен болды. Енді бәрі ол тарихтан белгілі. Неге шегінді? Өйткені бізде дайындық болмады. Екіншіден, мысалы Ақмолада 308-ші атты әскер дивизиясы, кавалерия дивизиясы деген болды. Сөйтіп 3200 адамның қолына документ бар. 3200 адамның қолына 3100 қылыш берген. Сөйтіп олар танкіге қарсы салған. Сөйтіп бір сағатта бәрі қырылып қалған, бәрі қазақ болған. 3200 адам. Ал енді немістер жаңағы пулеметпен, танкімен, мотоциклмен, автомобильдермен келе жатқанда жалаң қылышпен аттасып кетіп жүруге қандай қажеттілік бар? Оны жаңағы әскери командармдардың, әскери команданың басшылықтың надандығы дейміз бе, әлде жоқ. Қалай да әйтеуір немістерді тоқтатудың амалы болды ма, басқа болды ма, не болғанда да әйтеуір біз анау Ресейдің шекарасынан бастап, Белоруссияның, Украинаның шекарасынан бастап, Мәскеудің түбіне Дубосековға дейін шегініп келді. Осы кезде қаншама мыңдаған адам тұтқынға түсті. 100 мыңдаған, миллиондаған адам тұтқынға түсті. Ол тұтқынға түскендері Құдай жебеп тірі қалғандар. Ал енді қаншама адам ажал құшты. Бостан болса, жаңағы 3200 адам бір сағаттың ішінде опат болды. Бәрі қазақ. Сол сияқты біздің 100-ші дивизия, 101-ші дивизия дегендердің барлығы осы Қазақстанда құрылғандардың бәрі ең нашар қаруланған, екі адамға бір винтовка болған, автоматқа қарсы, пулеметке қарсы оралап шапқан, Сталин үшін деп шапқан адамдар ғой. Бәрі опат болды. Ал сол опат болмай контузия алып, болмаса амалсыздан оқтары таусылып қалған бір әскери тұтқын болды. Сондықтан ол әскери тұтқындарды қазіргі күнге дейін біз олардың
басқаша көзқараспен қарауымыз керек. Біріншіден, олар өз еркімен берілген ештеңесі жоқ. Екіншіден, оларды жаңағы ол неде немістің тұтқында ешкім оларды аяған жоқ. Бар Мұстафа Шоқай көрген кезінде жаны түршігіп кеткен. Сүзек деген ауру, оларды шындай қырған. Сөйтіп мұны олардан ешкім жаңағы, былайша айтқанда, шындай қырылып жатқан адамды Мұстафа Шоқайдың берілгісі барлық, бұл тек қана қазақтардың емес, барлық мұсылман жұртын, түркі халқын, оның ішінде тәжіктер де бар, басқа да бар, мына кітаптың ішінде айтатын христиан дінін алған сақаларға дейін, шубаштарға дейін, әйтеуір түрік болса, бәрі Мұстафа Шоқай тірі алып қалуға тырысқан. Міне соның арқасында тірі келді. Ал енді Сталиннің режимінің сұмдығы сол ғой. Бұлардың көпшілігі түрмеден қашып кеткен. Бар Италияда, басқа жерде азаттық қозғалыстарға қатысқан, Францияда, басқа жерлерде неміспен партизан болып та соғысқандар. Сол адамдардың өзін қайтып келгеннен кейін Сталин қайтадан лагерге. Адамдар бір-ақ рет жазаланды. Міне ол немістің тұтқынынан, амалсыздан тірі қалып, тіпті неміске қарумен қайтадан соғысқан адамдардың өзі қайтып Сталиннің түрмесіне келіп шірген. Бұл да Түркістандық әскери тұтқындар деген бұған дейін әлі айтылмаған әңгіме. Бұның ішіндегі адамдардың бәрі қайтып келіп Сталиннің тұтқынына түскен. Ал енді бірен-саран оқығандары сол шетелде қалып қойды. Францияда қалып қойды. Олардың арасында қандай атақты адамдар? Қандай атақты адамдар болды? Олардың ішінде атақты адамдар, композитор болған атақтарымыз, күні кеше қайтыс 101-ге келіп қайтыс болған біздің скрипашымыз, Қорқыт Ата деген ақындар, жазушылар, журналистер, өйткені олар немістің киімін киіп сол жақта қызмет істегеннен кейін олар келуге қорықты. Бірақ өкінішке орай олардың бәрі сол жақта басқа ұлттың өкілдері болады да, олардан енді қазір ұрпақ жоқ деп айтуға болады. Бәрі ұрпақсыз қалды. Былайша айтқанда тұқымдары құрыды. Ал енді қайтып келген адамдардың бәрі негізінен қайтадан Сталиннің лагерінде іріп-шіріді. Сол жерде қаза тапты. Қайтадан 10 жылға, 20 жылға сотталды. Ал енді мысалы біздің ауылымызда да менің бір класстасымның атасы, Елеусін деген класстасымның атасы, Рахметов Ермек деген әкесі рабочком дейміз ғой, ауылда бастықтардың біреуі болды жаңағы. Ауылдық жаңағы жұмысшылар комитеті бола ма, рабочком, соның басшысы болды. Соның әкесі бірде-бір неге қатыспайтын, жиналысқа. Үндемейтін, сөйлемейтін. Сөйтсек оны кейін барып мен білдім, ол кісі сол немістерді тұтқындамаған екен. Ол кісілер бірде-бір жаңағы 9 мамырдағы тойға да қатыспайды. Оларды мектептің оқушылары да шақырмайды. Олар ана жақтан келгеннен кейін тұтқында түскен үшін олардың өмірі екінші рет қайтадан азап бермейді. Өмір болған жоқ деп айтуға. Міне осындай қиянатсыздық. Бұл кісілер айтып отырмын ғой, бұл дүниеде бір емес, бірнеше рет қиянат көрген адамдар. Гитлердің де қиянатын көрді, Совет үкіметінің басшылығында қиянатын көрді, онан кейін Сталиннің заманында қиянатын көрді. Сондықтан ол кісілер біздің әлі тізімімізде жоқ. Біз қазір Қазақстанда қанша адам, қанша қазақтың, қанша Қазақстанның Совет отаны батыр болған білеміз. Қанша адамның даңқ орденін алған білеміз. Қанша ветеранымыз, қанша ардагерлеріміздің қалғанын, қай жылғы қанша ардагеріміз барын бәрін айтамыз, білеміз. Барлық жерде ештеңеде, ешкімде ұмытылмайды деп жазып отыр ғой. Барлық ауылда мәңгілік алау тұр мысалы барлық жерде. Ол кісілердің бір ғана бұлардан артықшылығы бар, олар тұтқынға түспегендер, көрдің бе? Бір күн соғыссын, 10 күн соғыссын, 5 жыл соғыссын тұтқынға түспегендер. Ал енді тұтқынға түскендердің не жазығы бар? Сондықтан қазіргі жаңа заманда, рухани жаңғыру деп санамыз өзгеріп жатқан кезде, біз бұл кісілердің өзінің тағдырының қиын болған, бұл кісілердің өзінің жағдайларын айтуымыз керек, аты жөндерін айтуымыз керек, бұл кісілерді де санатқа қосуымыз керек. Өйткені бұл кісілердің еш кінәсі жоқ бұлар. Жаңағы мен әңгіменің басында айтқан, мыңдаған, жүздеген адам 59-шы баппен сотталған, бандитизммен сотталған адамдардың да ешқандай заңы жоқ. Өйткені олар қолдарында малын шырқыратып тартып алып отыр. Қазақстанда үлкен 800
үлкен бай кәмпескеленген. Ол 800 бай кәмпескенің 200-і бірден атылған, 200-і Сібірге аударылған, 200 оңтүстіктегі байларды Батыс Қазақстанға аударған, Батыс Қазақстан, батыс аймақтағы 200 байды оңтүстікке жер аударған. Сөйтіп, Қазақстандағы 46 миллион малдан азғантай жылдың ішінде 4 миллион мал қалған. Сонан кейін міне алапат аштық болды. Ол байлар деген кім еді? Ол әр байдың қасында жүздеген адам, өзінің туысқандары, оның малшылары. Былайша айтқанда қазіргі бизнесмен, қазіргі кәсіпкер деген сияқты. Сол байдың арқасында, мысалы байдың үйі ақ отау болып тұрса, оның айналасында жүздеген шағын отаулар, олар сол күн көріп отырған дейді. Олар неге қарсы шықты? Өйткені бүгін бәрі малынан айырылды. Халық босып кетті, жаңа Қытайға кетті, Ауғанға кетті, Иранға кетті, Түркменстанға кетті. Ташкент тоқ қала дейді, Ташкентке кетті бәрі. Ташкентке шығып барған адамдар қыздарын, әйелдерін бір бөлке нанға сатқан. Мысалы қазір қазақтар 17 жылға дейін 6 миллионнан асып тұрса, өзбектер 2,5 миллион айласында болған. Ал қазір ойлаңыз, біз әлі 11-12 миллионға жете алмай жүрміз, олар 30 миллион болды. Осының бәрі сол заманның зардабы. Енді үлкен сұрақ туады. Біз неге осыларды айқайлатып айтпаймыз? Неге осыларды мысалы аштығымыз болсын, репрессиямыз болсын, мына әскери тұтқындарымыз болсын, болмаса кешегі тың игеру болсын, полигонымыз болсын, космодромымыз болсын. Енді жұт жете айнып дейді ғой. Қазақтың басына жаңағы Совет үкіметі кезінде азғантай 70 жылда 70 жұт келді. Сол 70 жұт бәрі кешегі желтоқсан оқиғасына дейін тек қазақты тұқыртумен, қазақты басумен, қазақтың мойнына бұғалық салумен болды. Енді мына Көшім ағамыздың ең мықтылығы, Көшім Есмағамбетов. Бұл кісі үлкен ерлік жасады. Мына кітабымыздың алғы сөзінде жазып отырмыз. Мысалы Шоқанның 5 томдығы бар. Шоқан Уәлихановтың 5 томдығы. Бұл қазақ тарихының бір үлкен іргетасы болып қаланды. Шоқанды ол орыс тілінде жазғанымен, киргиз деп жазғанымен, сол кезде бізде енді қазақ деп тек 1925 жылға аталдық қой. Оған шейін қырғыз, киргиз болып кеттік. Сөйткен қазақтың тарихының негізгі мәселелері Шоқан өзінің 5 томдығында көрсетіп кетті. Ал енді Көшім ағамыз үлкен ғалым, тарихшы, қаншама көне Қазақстанды көргендер деген кітап жазған, қаншама еңбек жазған адам барлық шаруасын тастап 10-15 жыл өмірін Мұстафа Шоқайға арнады. Сөйтіп Мұстафа Шоқайдың 12 томдығын құрастырып кетті. Бұл бірде-бір адамның қолынан келмейтін еді. Өйткені Мұстафа Шоқайдың еңбегінің жартысынан көбі шет тілінде жазылған. Француз тілінде, неміс тілінде, ағылшын тілінде. Ал енді осы тілдердің бәрін Көшім ағамыз білетін. Көшім ағамыз Қазақтан шыққан ең алғашқы Патрис Лумбумб атындағы институттың, шет тіл институтын бітірген қазақ. Көрдің бе бұны? Сондықтан бұл өзі түпнұсқадан осы еңбектердің бәрін тауып, бәріне түсінік комментарий беріп, менде тұрған жерде 12 томын жариялады. Мына біз алып отырған сол 12 томның ішіндегі материалдарды біз зерттеп алып, осы тақырып ретінде шығарып отырмыз. Бұл кітаптың құндылығы сонда, бұнда 4,5-5 мыңға жуық түркі халқының аты жөндері жазылған. Сосын 1,5 қазақтың аты жөні жазылған. Енді осы 1,5 қазақтың осы кітапты алып, өздерінің аталарын осы кезге дейін атай алмай жүрген адамдар, аталарымыз немістер тұтқында болды деп айтуға қорынып жүрген адамдар, болмаса ешқандай атамыз хабарсыз кетті деп жүрген адамдар, осының ішінен өзінің аты жөнін табылса, бұлар мақтану керек. Мақтану керек. Міне біздің атамыз немістің тұтқында болған екен, тірі қалған екен, бірақ ол келіп Сталиннің лагеріне келіп өліпті. Болмаса міне осындай елге аман есен сүйегін сүйретіп жетіп, азғантай өмір сүрсе де, ол кісілер қайта, ол кісілердің қорынатында ештеңесі жоқ. Енді біздің елбасы Назарбаев ылғи айтады ғой, қазақтың тарихында ұялатында ештеңе жоқ деп. Бұл ешқандай ұят емес, бұл ешқандай намыссыздық емес, басқа емес. Бұл адамдарды
былайша айтқанда екінші рет жаңа өмірге әкеліп біз ақтап отырмыз. Мысалы жаңағы адамдардың соғысқа кетіп қайтпай қалған, соғысқа қатысқан адамдардың тізіміне болашақта бұл кісілер де қосылу керек. Өйткені бұл кісілер өз еркімен қолын көтеріп берген жоқ дейміз. Біреу контузия болып берілді, біреу қоршауға түсіп қалып берілді. Әйтеуір жан сақтау үшін қалды. Сосын жаңа айттым ғой, жаңағы екі бірдей азапты көрді, екі дүниенің азабын көрді. Олар немістің тұтқынның азабын көрді, концлагердің, Сталиннің азап лагерін көрді. Бұларды енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін неге ақтауға қастанып қойып отырмыз? Соны айтып отырмыз ғой, бізде жаңағы ескі көзқарас. Бұған үкіметте қарсы емес ешкімде. Бұған мысалы бізде қаншама жаңағы тарихшыларымыз бар, қаншама журналистеріміз бар, жазушыларымыз бар. Осы бір үлкен грант жариялау керек. Бұл кісі тек өзінің қолына Мұстафа Шоқай азғантай ғана уақыт. Мұстафа Шоқай қайтыс болды ғой. Мұстафа Шоқай ол әскери Түркістан легионын құрған жоқ. Түркістан легионы 1942 жылы құрылды. Мұстафа Тоқай 1941 жылы желтоқсанда қайтыс болды. Мүмкін оба ауруынан қайтыс болды дейміз. Біреу айтады жаңағы Байымхан деген орынбасары өзбек убер өлтірді дейді. Біз қазір мынау музейдің жанында үлкен пантеон жасамақшымыз, саяси қуғын-сүргінді. Біз бірінші кезекте Мұстафа Шоқайды алып келмекшіміз, сүйегін. Мұстафа Шоқайды алып келгендегі ең үлкен мақсат Мұстафа Шоқайдың сүйегіне экспертиза жасау керек. Біріншіден ол жаңағы түрмеде адамдар шыбындай қырылып жатқан кезде сол обаны жұқтырып ауырып өлді ме? Болмаса оны улап өлтірді ме деген мәселе. Анықтау үшін. Ол анықталады, ол оп-оңай анықталады екен, жаңағы мамандар айтып отыр. Егер оны экспертиза жасаса, құрамында кальций шықса, оны улап өлтіргендік дейді. Ал кальций болмаса, ол обадан өлген, мысалы, өз ажалынан өлген. Енді ол кісіні ешкім атпаған, нетпеген, ауруханада өлген ғой. Ол кезде оба деген жаңағы бірінен-біріне жұғып, түсек қой, енді сондай болып жатқан. Енді міне Мұстафа Шоқайдың өзіне қазір Қызылордада мысалы ескерткіші ашылды. Біздің жаңағы Қасымхан Бегіман білетін шығарсыз. Неде Өскеменде жаңағы соттасты, сотта жеңді. Әлі күнге дейін Мұстафа Шоқайды фашист деп, Мұстафа Шоқай сатқын дейтін әңгімелер қазақтардың аузынан естіп қаламыз. Бұл жаңағы біздің миымыздағы, санамамыздағы жаңағы бәсекенің жоқтығынан, бір ғана баяғы коммунистік партияның идеологиясы сіңіп қалғанынан. Біз таяқтың екі ұшы бар, өмірдің жақсылығы бар, жамандығы бар, ағы бар, қызылы бар деп қарамаймыз. Біз бәрін ортасынан кесіп, тек ақ пен қара деп. Окоптың бер жағы, әр жағы деген әңгімеде бар. Тұтқындарға қатысты бір жеке конференция, жиын өткізуге мүмкіндік бар ма? Оны ешкім, қазір ешкім ештеңеге былайша айтқанда тыйым салмайды. Бірақ біздің жаңағы билік қарсы деген бір пікір бар. Мысалы, Алаштың 100 жылдығы тойланбады, өзіңіз жақсы білесіз. Комсомолдың 100 жылдығы тойланды, Алаштың 100 жылдығы тойланған жоқ. Сол сияқты мәселе ғой. Сондықтан жаңағы оның бәрі өзіміздің қолымызда тұрған нәрсе. Біз қазір осы жақында 28 мамыр күні үлкен халықаралық конференция өткіздік. Өзбекстаннан ғалымдар келді, Қырғызстаннан ғалымдар келді, Түркменстаннан шақырып едік, келе алмады. Біз енді қазір үлкен мегапроект жасап отырмыз. Түркістан трагедиясы деген. Мына мысалы аштық дейміз ғой. Аштық ол тек қазақтың басына түскен нәрсе емес. Ол қырғызға да түсті, түркменге де түсті, барлық осы Орта Азия халқына түгел түсті. Репрессия ол барлық халыққа түгел. Әсіресе мысалы өзбектің де зиялылары өте қатты, нешекте Фитрат мысалы, Шолпан деген біздің Мағжан сияқты ақындардың бәрі 37-ші атылып кетті. Жаңағы кімнің ағартушылар, қырғыздың Ишанбай Арабаев деген, Қасым Тоғызанов деген нелердің бәрі атылып кетті. Ағартушылардың бәрі атылып кетті. Сосын қазір үлкен мәселе көтеріліп жатыр. Жақында сол конференцияда бізде сол кітаптың авторы келді, Зайнеди Құрманов деген жігіт. Ол жігіт 2009-2010 жылдары жоғары кеңесті басқарған. Қырғызстандағы жаңағы президенттен кейін екінші адам болған. Сол жігіттің қазір кітабы шығып жатыр. Біз басып жатырмыз. Сол кітабында ол айтады, Алаш партиясының қырғыз филиалы деген кітап шығарды. Осы Алаш идеясы, Алаш несі, қазір мысалы мына недегі басмашылар. Қазір Өзбекстанда үлкен, енді сен қозғалып, басмашы қозғалысын ақтап жатыр. Білесіздер, ана
киноларда, басқаларда, басмашыларда ақпақ болып көрсетіп, басмашыларды көрсетіп. Бұл басмашыға біздің қазақтарда қосылған. Жаңа бандитизм деген статьяда қарсы шығып жүргендердің бәрі біздің жаңа құлыскөре дейміз, басқа дейміз, неше түрлі неше түрлі бандит деп аталып кеткен адамдардың бәрі, халық жауы дегендердің бәрі, ол сол режимге қарсы болған. Совет үкіметіне көнбеген адамның бәрі жау болды ғой. Ол заманда да сондай заман болды. Әркім өзінің пікірін айтқысы келді, қарсы шықты. Біреу таза коммунист болып кетті, біреу алашордашы болып қалды деген. Сондықтан бұл тақырып мына енді басы басталды ғой деп ойлаймын. Бұл үлкен, ол үшін жаңа санамызға серпіліс керек. Рухани жаңғыру деген мен осы деп білемін. Ол жаңағы біз қайта-қайта Наурызды айта бергенде, қайта-қайта жаңағы балабақшаның балаларына жаңа бесікті тербетіп қойып қазақтың дәстүрі осы деп көрсетпеуіміз керек. Тарихпен, тұлғалармен тәрбиелеуіміз керек. Әлихан Бөкейханов қандай адам болды? Мұстафа Шоқаев қандай адам болды? Кім қандай адам болды? Мысалы қазір Тұрар Рысқұлов туралы әртүрлі пікірлер бар. Бірақ Тұрар Рысқұлов сияқты биік лауазымға жеткен бірде-бір қазақ жоқ. Тұрар Рысқұлов 26 жасында бүкіл 5 республиканы басқарды, Түркі республикасын басқарды 26 жасында. Ол өзінің жасына 2 жасты қосып алды деген әңгіме бар. Сонда ол 24 жасында 5 республиканың басшысы болды. Ал 16 жыл бойы ол бүкіл СССР деңгейінде Сталиннің орынбасары болып 16 жыл басшы болды. Ондай дәрежеге жеткен бірде-бір қазақ жоқ. Осындай мәселелерді көтеріп айтуымыз керек, ашық айту керек. Мысалы жаңа Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқай, мысалы жаңағы кімдер? Сталин, Ленин дейміз ғой енді. Олар бірен-саран ғана біздің адамдарды мысалы білсе Бөкейханов білген шығар, білсе Байтұрсынов білген шығар, бірен-саран адамдарды ғана білді, таныды. Ал Мұстафа Шоқаймен кәдімгі ашық түрде күресті. Мұстафа Шоқайдың ерлігі сол, ол бүкіл советтік системаға Европада жатып, 12 том кітап жазған жалғыз адам. Ол 41 жылы желтоқсанда қайтыс болғанға дейін өмірінің бәрін сталинизмді, коммунизмді, коммунистердің идеясын әшкерелеуге арнады. 12 том кітап жазды. Ағылшын тілінде, орыс тілінде, түрік тілінде, қазақ тілінде, шағатай тілінде, барлық тілде газеттерге дүние жүзінде жалғыз кәдімгі осы Сталиннің жауы болған адамның біреуі Троцкий сияқты. Ондай қайраткерді біз әлі күнге дейін көтере алмай жатырмыз. Қазір саяси қайраткер ретінде айтқанда, мысалы Бөкейхан көсеміміз болса, кім рухани көсеміміз болса, мысалы Ахмет Байтұрсынов. Ал кім Мұстафа Шоқай шын мәнінде Сталинге қарсы шыққан, шын мәнінде совет үкіметінің қылмысын әшкерелеген, шын мәнінде әлемдік деңгейдегі қайраткер деп біз көрсетуіміз керек. Троицкийді Алматыға келді ғой Троицкий. Онан жан-жаққа жер аударып, ең соңында жаңағы Канада, Мексикаға барғанда артынан барып кірген адамдар өлтірді ғой. Егер Мұстафа Шоқай сол 41 жылы өлмесе де, бәрібір оны кірген адамдар 42, 43, 44-те өлтірілді. Өйткені ол Сталиннің бірден-бір Сталинге қарсы шыққан жауы болды. Үлкен кәдімгі қайраткер болды. Біз оны ашық айтуымыз керек. Ол бірмен-бірі сабақтас үлкен мәселе. Осылай деп келтіру керек. Рахмет әңгімеңізге.